Қазақ халқының ұлы ақыны, ойшылы әрі ағартушысы Абай Құнанбайұлы. 19 ғасырдағы қазақ руханиятының бекішіні. Абай 1845 жылы Шыңғыс тауында, Семей өңірінде дүниеге келген. Ол атақты Аға Сұлтан Құнанбай Өскенбайұлының отбасынан шыққан. Балалық жағынан зерек болған Абай әуелі ауыл молдасынан оқып, кейін Семейдегі Ахмет Риза медресесінде білім алған. Бір қызығы, медреседе оқып жүрген ол еуропалық пәндерге қызығып, орыс тілін өз бетімен үйрене бастаған. Бұл әдеті кейін оның ғылым мен өнерге деген құштарлығын ашты. Абайдың тағдырындағы үлкен өзгеріс Семей қаласында орыс зиялыларымен танысуында болды. Ол кітапханадағы Пушкин, Лермонтов, Крылев еңбектерін оқып, Достоевский мен Михайлис сияқты ойшылдармен араласты. Бұл даладағы жас таланттың ой-өрісін кеңейтіп, дүниетанымын жаңа болса кетерді. Абай Құнанбайұлы қазақ халқының ұлы ойшылы, ақын ғана емес қоғам қайраткері. Оның қара сөздері терең философиялық, публицистикалық ой-пікірге толы шығармалар. Бұл еңбектерінде Абай қазақ халқын білімге, ғылымға, бірлікке және әділетке шақырады. Публицистика дегеніміз қоғамның өзекті мәселелерін қозғайтын, халыққа арнап жазылған шығарма түрі. Абайдың қара сөздерінде публицистикалық сипат айқын көрінеді. Ол халыққа ой тастап, өмірдің шындығын ашық айтады. Абай Құнанбаевтың бірінші қара сөзі. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жұлыстық, айтыстық, тартыстық, әурешілікті көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік. Қажыдық, жалықтық, қылып жүрген ісіміздің баяулысызын көрдік. Бәрі қошылық екенін білдік. Ал енді қалған өмірімізді қайтып не қылып өткіземіз, соны таба алмай өзім де қайранмын. Ел бағу жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі бақпаса, не албыртқан көңілі басылмаған жастар бағамын демесе, бізді Құдай сақтасын. Мал бағу жоқ, баға алмаймын. Балалар өздеріне керегінше өздері бағар. Енді қартайғанда қызығын өзің түгел көре алмай тұғын. Ұры, залым, тілемсіктердің азығын бағып беремін деп, қалған аз ғана өмірімді қор қылар жайым жоқ. Ғылым бағу жоқ. Ғылым бағарға да, ғылым сөзін сөйлесер адам да жоқ. Білгеніңді кімге үйретерсің, білмегеніңді кімнен сұрарсың. Елсіз, күнсіз де кезде мені жайып салып, қолына көзін алып отырғанның не пайдасы бар? Мұндасып шер тарқысар кісі болмаған соң, ғылым сөзі өзі бір тез қартайта тұғын күйік. Софылық қылып дін бағу жоқ, ол да болмайды. Оған да тыныштық керек. Не көңілде, не көрген күніңде бір тыныштық жоқ. Осы елге, осы жерге не қылған софылық? Балаларды бағу жоқ. Баға алмаймын, бағар едім. Қалайша бағудың мәнісін де білмеймін. Не болсын деп бағам, қай елге қосайын, қай харекетке қосайын. Балаларымның өзіне ілгері өмірімнің білімнің пайдасын тыныштықпен керерлік орын тапқаным жоқ. Қайда бар, не қылдерімді біле алмай отырмын. Не бол деп бағам, оны да ермек қыла алмадым. Ақыры ойладым, осы ойыма келген нәрселерді қағазға жаза берейін. Ақ қағазбен қара сияны ермек қылайын. Кімде кім ішінен керекті сөзін тапса, жазып алсын, я оқысын. Керегі жоқ десе, өз сөзім өзімдікі. Дедім де, ақыры осыған байладым. Енді мұнан басқа ешбір жұмысым жоқ. Абайдың ойынша, халықтың дамуы үшін бірлік қажет. Ол қазақ халқының алауыздығын көріп, нағыз публицист ретінде халықты ынтымаққа үндеді. Абай 12-ші, 38-ші, 43-ші қара сөздерінде дінді соқыр сенім ретінде емес, адамды адам қылатын имандылық, әділет пен қайырымдылық тұрғысынан қарады. Абайдың қара сөздері қазақ публицистикасының алтын қазынасы. Ол өз дәуірінің ғана емес, бүгінгі күннің де мәселелерін қозғап, халыққа ой салды. Сондықтан Абайдың қара сөздері әрқашан өзекті, әрқашан жаңаша оқылады.
Өлсе өлер табиғат, адам өлмес, ол бірақ қайтып келіп ойнап күлмес. Мені мен менікінің айырылғанын өлді деп ат қойыпты өңкей білмес. Көп адам дүниеге бой алдырған, бой алдырып аяғын көп шалдырған. Өлді деуге сияма ойлаңдаршы, өлмей тұғын артына сөз қалдырған. Кім жүрер тіршілікке көңіл бермей, бақи қоймас фәнидің мінін көрмей. Міні қайда екенін біле алмассың, терең ойдың телміріп соңын ермей. Дүниеге дос, ақыретке бірдей болмас, екеуі де тап бірдей боп орны қалмас. Дүниеге ынтық, мақшараға амалсыздың иманын түгел деуге аузым бармас. Абайдың қара сөздері қазақ әдебиетінде ғана емес, жалпы қоғамдық ой-сананың даму тарихында ерекше орын алатын туынды. Қара сөздерде ақын тек философиялық ой толғау ғана айтып қоймай, публицистикалық ой пікірлерін де жеткізеді. Оның негізгі мақсаты халықты ояту, надандық пен жалқаулықтан арылту, білім мен ғылымға шақыру. Қорытындылай келе, Абайдың қара сөздері қазақ публицистикасының дамуына негіз болған ерекше мұра. Оның әрбір сөзі бүгінгі күнгіде өзекті. Ол халықты білімге, еңбекке, әділеттілікке, адамгершілікке үндеп, ұлт болашағын ойлаған кемеңгер ретінде танылды. Сондықтан Абайдың публицистикалық ой пікірлері ұрпаққа өнеге, тәуелсіз еліміздің рухани тірегі болып қала береді. Бойы болған сөзі жылмаң, кімді көрсем мен сонан, бетті бастым қатты састым, тұра